Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен ерекше және пайдалы тағамдардың бірі бөдене жұмыртқасы туралы сөйлесеміз. Бөдене жұмыртқасы бұл кішкентай, бірақ өте пайдалы тағам. Олар көптеген елдерде танымал және әртүрлі тағамдарда қолданылады. Бұл кішкентай жұмыртқалар көптеген елдерде танымал, себебі оларды әртүрлі тәсілдермен дайындауға болады. Мысалы қайнатылған, қуырылған, маринатталған және тағы басқа. Кішкентай болғанымен, олардың ішінде пайдалы дәрумендер мен минералдар өте көп. Бөдене жұмыртқасы құрамында көптеген маңызды элементтер бар. Мысалы, А, Б, Д дәрумендері, темір, калий және магний бар. Бұл элементтер біздің денсаулығымыз үшін өте маңызды. Ең бастысы, бұл жұмыртқаларда холестерин аз. Бөдене жұмыртқасын қайнатып, қуырып немесе маринаттап жеуге болады. Олар салаттарға, сорпаларға да керемет қосылады. Сонымен қатар, бөдене жұмыртқасы әртүрлі тағамдарға ерекше дәм береді. Дәмі ерекше, сондықтан көп адамдар бұл жұмыртқаларды жақсы көреді. Бөдене жұмыртқасы тек дәмді ғана емес, сонымен қатар денсаулыққа пайдалы. Оларды күнделікті тағамға қосу арқылы сіз өзіңіздің денсаулығыңызды жақсарта аласыз. Бөдене жұмыртқасы бұл табиғи және пайдалы өнім, сондықтан оны өз рационыңызға қосуға кеңес береміз. Келесі жолы дүкенге барғанда, бөдене жұмыртқасын сатып алуды ұмытпаңыз. Бөдене жұмыртқасы денсаулыққа өте пайдалы. Олар көптеген маңызды дәрумендер мен минералдарға бай. Бөдене жұмыртқасы әсіресе А дәруменіне бай, ол көздің көру қабілетін жақсартады және иммундық жүйені нығайтады. Олардың құрамында А дәрумені көп, ол көзді жақсы көруге және иммунитетті көтеруге көмектеседі. А дәрумені терінің саулығын сақтауға да маңызды рөл атқарады. Сәбіз, тәтті картоп және шпинат сияқты тағамдар А дәруменінің тамаша көздері болып табылады. Тобындағы дәрумендер күш-қуат береді және жүйке жүйесін нығайтады. Олар энергияны өндіруге және метаболизмді реттеуге көмектеседі. Дәрумендері ет, балық, жұмыртқа және сүт өнімдерінде кездеседі. Сонымен қатар, олар стрессті азайтуға және көңіл күйді жақсартуға көмектеседі. Д дәрумені кальцийдің сіңуіне көмектеседі, сүйектер мен тістерді мықты етеді. Ол күн сәулесі арқылы да өндіріледі, бірақ сүт өнімдері мен балық майы сияқты тағамдардан да алуға болады. Д дәрумені иммундық жүйені қолдауға және бұлшықет функциясын жақсартуға да маңызды. Темір қан аздығының алдын алады, ал калий жүректі сау ұстайды. Темір қызыл қан жасушаларын өндіруге көмектеседі, ал калий қан қысымын реттеуге және жүрек соғуын тұрақты ұстауға көмектеседі. Темір шпинат, қызыл ет және бұршақтарда кездеседі. Магний бұлшықеттерді босаңсытып, стрессті азайтады. Ол сонымен қатар энергия өндіруге және жүйке жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Магний жаңғақтар, тұқымдар және жасыл жапырақты көкөністерде кездеседі. Магнийдің жеткілікті мөлшері ұйқының сапасын жақсартуға және бұлшықет спазмдарын азайтуға көмектеседі. Бөдене жұмыртқасы пайдалы болғанымен, оларды көп жеудің қажеті жоқ. Ересек адамдарға күніне 2-3 жұмыртқа жеткілікті. Балаларға 1-2 жұмыртқа беруге болады. Бөдене жұмыртқасын таңғы асқа немесе түскі асқа қосуға болады. Оларды жеке тағам ретінде жеуге, немесе салаттарға, сорпаларға қосуға болады. Бөдене жұмыртқасы балалардың өсуіне өте пайдалы. Олардың құрамындағы ақуыз балалардың бұлшық еттерін өсіруге көмектеседі. Витаминдер мен минералдар иммунитетті нығайтып, балаларды аурулардан қорғайды. Бөдене жұмыртқасы балалардың миының дамуына да жақсы әсер етеді. Олардың құрамындағы холин ми жасушаларының жұмысын жақсартып, есте сақтау қабілетін арттырады. Бөдене жұмыртқасы әйелдер үшін де өте пайдалы. Темір анемияның алдын алуға көмектеседі, әсіресе етеккір кезінде маңызды. Фолий қышқылы жүктілік кезінде баланың дұрыс дамуына ықпал етеді. Бөдене жұмыртқасы әйелдердің гормоналды фонын жақсартып, менопауза кезінде жағымсыз белгілерді азайтуға көмектеседі. Бөдене жұмыртқасы ерлер денсаулығына да пайдалы. Селен простата безінің денсаулығын сақтауға көмектеседі. Мөріш тестостерон деңгейін арттырып, сперматозоидтардың сапасын жақсартады. Бөдене жұмыртқасы ерлердің күш-қуатын арттырып, шаршауды азайтады. Бөдене жұмыртқасы иммунитетті нығайтатын антиоксиданттарға бай. Антиоксиданттар жасушаларды зиянды заттардан қорғайды. Бұл түрлі аурулардың алдын алады. А дәрумені және селен иммундық жүйенің жақсы жұмыс істеуі үшін маңызды.
Олар ағзаның инфекциялармен күресу қабілетін арттырады. Бөдене жұмыртқасы жүрек пен қан тамырларына да пайдалы. Калий қан қысымын реттейді, ал магний қан тамырларының серпімділігін арттырады. Холин холестерин деңгейін реттеп, жүрек ауруларының алдын алады. Бөдене жұмыртқасы ас қорытуды жақсартып, іш қатудың алдын алады. Сондай-ақ асқазан жарасы мен гастриттің алдын алуға көмектеседі. Құрамындағы пайдалы заттар асқазанды қорғайды және қабынуды азайтады. Бөдене жұмыртқасының жағымсыз жақтары аз, бірақ оларды білу керек. Кейбір адамдарда бөдене жұмыртқасына аллергия болуы мүмкін. Сондықтан, егер сізде тамақ аллергиясы болса, бөдене жұмыртқасын жемес бұрын дәрігермен кеңесіңіз. Бөдене жұмыртқасын шикідей жеуге болмайды. Себебі олар тамақтан улануды тудыруы мүмкін. Сондықтан оларды жақсылап қайнату немесе қуыру керек. Қорытындылай келе, бөдене жұмыртқасы дәрумендерге, минералдарға және антиоксиданттарға бай өте пайдалы тағам. Олар құрамында А, В, К, В12 дәрумендері, темір, магний және селен сияқты маңызды элементтер бар. Бұл элементтер ағзаның жалпы денсаулығын жақсартуға көмектеседі. Оларды үнемі жеу иммунитетті нығайтады, жүрек пен қан тамырларын сау ұстайды, ас қорытуды жақсартады. Сонымен қатар, бөдене жұмыртқасы терінің жағдайын жақсартып, шаш пен тырнақтың өсуін ынталандырады. Олар сондай-ақ энергия деңгейін арттырып, шаршауды азайтуға көмектеседі. Дегенмен, бөдене жұмыртқасын көп жеудің қажеті жоқ, және оларды шикідей жеуге болмайды. Шикі жұмыртқаларда бактериялар болуы мүмкін, сондықтан оларды пісіру маңызды. Пісірілген бөдене жұмыртқасы қауіпсіз және пайдалы. Егер сізде тамақ аллергиясы болса, бөдене жұмыртқасын жемес бұрын дәрігермен кеңесіңіз. Кейбір адамдарда жұмыртқаға аллергия болуы мүмкін, сондықтан бұл маңызды қадам. Дәрігер сізге бөдене жұмыртқасын диетаңызға қалай қосуға болатынын және оларды қауіпсіз тұтыну жолдарын түсіндіреді.